Қайырлы күн, құрметті оқырмандар. Бүгін балықты духовкада пісіретін боламыз. Каналымды жоғалтып алмау үшін маған тіркеліп алуды ұмытпаңыздар. Ол үшін алдымен балықтарымызды жақсылап бірнеше бөліктерге бөліп, балықтарымды тазалап жуып аламын. Жуылған таза балықтарымыздың бетіне тұзымызды, дәміне қарай бұрышымызды салып жақсылап араластырамыз. Мен қара бұрышты қостым, дәміне қарай кішкене ғана қара бұрыш қостым. Одан кейін сұйық май құйсаңыздар да болады. Негізі зәйтүн майы болса тіптен жақсы болады. Бірақ менде жоқ екен, сондықтан сұйық майды қосып жақсылап араластырып алдым. Одан кейін көкөністерімді турап осылай бірнеше бөліктерге бөліп, тұз сеуіп, қара бұрыш дәміне қарай салып жақсылап араластырдым. Сіздерде қандай көкөністер бар, өздеріңіз қалауларыңыз бойынша басқа да көкөністер салсаңыздар болады. Менде картошка мен сәбіз. Одан кейін перманент қағазымызды табаға төсеп, бірінші көкөністерімізді жақсылап орналастырып аламыз. Одан кейін балықтарымызды орналастырып шығамыз. Одан кейін бетіне осылай қызанақтарымды қойып шықтым. Менде лимон бітіп қалған екен, сондықтан лимонның кислотаны алып бетіне сеуіп қойдым. Осымен балықтарымыз дайын. Духовкаға салып 180 градуста 45-50 минутқа қалдырдым. Балықтарымыз өте дәмді, ерекше болып, сочный болып пісті. Сіздер де жасап көріңіздер. Егер видео пайдалы болған болса, лайк басуды ұмытпаңыздар.